Жаңа оқу жылының алғашқы күнінде солтүстік Қазақстандық әкімшілік полицейлер балаларға арналған бір қатар қайырымдылық шараларын ұйымдастырды. Республикалық Абайлаңыз балалар іс-шарасының аясында жол көлік жарақатынан алдын алу өзекті мәселеге айналды. Басқарма бастығы полиция полковнигі Даурен Хазбеков бастаған ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері облыстық жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар мектеп-интернатының салтанатты жиынына қатысты. Полиция офицерлері балалармен әңгімелесіп қана қоймай дастархан жайды. Сондай-ақ Золотая осень сауықтыру лагерінің балаларымен де кездесті. Аталмыш мектеп-интернатының тәрбиеленушілері жаз мезгілінде денсаулықтарын лагерде жақсартады. Көп жылдар бойы жол полицейлері осы мекеменің достар отбасына бекітілген. Дмитрий Нечаев 5-ші сынып оқушысы. Ол погон таққан қонақтарды қуанышпен қарсы алды. Сыйлықтар мен оқу құрал жабдықтары жаңа оқу жылының алдында көңілдерін тағы бір рет көтеріп қойды. Ударником вышел в этой четверти, тоже постараюсь. 1-ші қыркүйекте полицейлер бекеттер мен жасақтарын жалпы білім беретін мекемелеріне барынша жақын орналастыруға тырысты. Сонымен қатар балалармен алдын алу іс-шараларын белсенді түрде өткізді. 3 қала оқушыларына 2 қыз, 1 ұлға жол жүру ережелерін жақсы білгендері үшін инспекторлар оқу құрал жабдықтары бар сөмкелерді табыс етті. Сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции. Жол патрульдік полиция батальоны қызметкерлері қалалық ішкі істер бөлімінің әйелдер кеңесімен бірлесіп мектепке жол акциясын өткізуде. Аталмыш акцияның мақсаты мектеп оқушыларының арасында жол жүру ережелерін айтып бекіту, алдын алу шарасы ұдайы түрде ұйымдастырылады. Ішкі істер департаменті әкімшілік басқармасы полицейлерінің ақпараты бойынша облыс жолдарында 7 айдың ішінде баланың қатысуымен 25 оқыс оқиға тіркелді. Оның ішінде 2 бала қаза тапты, ал 25-і жарақат алды. Абайлаңыз балалар жедел алдын алу шарасы 10-ші қыркүйекке дейін жүргізіледі. Полицейлер жүргізушілерді жолда шамды қосуды ұмытпай, мұқият болуға шақырады. Лаура Талипова ішкі істер баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген.